Армысыз құрметті көрермен, эфирде Зерде тележурналы. Мәдениет пен өнерді жаңа форматта ұсынатын жобаның жүргізушісі мен Нұрай Жылқыбай. Бүгінгі шығарылымда көретіндеріңіз. Жүсіп Ақшора басты рөлді сомдаған Сансызбай фильмі не туралы? Ортаңызда бір нәрсе қойды. Жарай. Менен бар ғой, 3 миллион сұрағым десе, жолыңнан қалмай кете берме, саған беремін. Не қылмақшысың 3 миллион? Қазақстанда кино индустрия қалай дамып жатыр? Дамып жатыр ма? Кинопроизводство сейчас на подъеме. Шымқала кешіндегі жаппай би. Қазақ киносына тағы бір жаңа комедия қосылды. Шаншар Әзілісқақ театрының танымал актер Жүсіп Ақшора бұл фильмде алғаш рет толық метражды киноның басты кейіпкеріне айналған. Ал картинаны 16 шілдеден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан көруге болады. Шаншар Әзілісқақ театрының жұлдызы енді кинода. Көрерменді күлдіре отырып ой салатын Сансызбай сатиралық комедиясы небәрі 12 күннің ішінде түсірілген. Ең қызығы, фильмнің барлық эпизодтары бір ғана локацияда таспаланған. Туынды француз комедиясының желісі негізінде түсіріліп, қазақы салт-дәстүр мен ұлттық болмысқа бейімделген. Бұл сіздің толық метражды фильмдегі алғашқы рөліңіз, я? Жалпы киноға ұсыныс түскен кезде өзіңіздің алғашқы әсеріңіз қалай болды? Бірден келістіңіз бе? Енді басты рөлді алғашқы деп айтсақ та болады, айтпасақ та болады етіп. Бұның алдында да бір басты рөлге жақында бір рөлдерді ойнағаным бар. Енді ұсыныс түскен кезде енді режиссер Айбек деген жігіт олар енді өздері көреді, өздері көз алдына елестетеді. Қай адам осыған тура келеді, қайсы актер сәйкес келеді деп жобалап осыны маған ұсынған. Сосын ұсынғаннан кейін енді сценарийін оқып шығып, жалпы сценарий өзімізге ұнағаннан кейін болды деп келісім бердік. Жалпы сценарий қалай сізге ұнады ма бірден? Әлде бір өзгерткен тұстарыңыз болды ма? Жалпы осы Қазақстандағы сценаристердің жұмысын қалай бағалайсыз? Сценарий ұнады. Бұл енді Айбек режиссеріміздің айтуы бойынша, бұл негізі бұрын бір түсірілген бір француздың бір комедиясының желісі бойынша алынған. Қазақшаға аударып, соны қазақтың жаңағыдегі салт-дәстүріне байланысты түсірілген. Енді оның айтуы бойынша байырғы бұрынғы біздің алдымызда түсіріліп келатқан қазақ фильмдердегі комедиялық жанрда түсіріліп жатқан кинолардың ішіндегі айырмашылығы стиль жағынан таза бір қазақи қой, беркеде, тоқта деген сияқты біз нақты әңгімелермен, нақты ойлармен бүйтіп басқашалау түсірді енді. Сонысымен де халыққа ұнайтын шығар деп ойлаймыз. Бірақ жалпылама бұл кино өзі бір үйдің ішінде түсірілген, далаға шықпайсың бұл жерде. Бірақ айтыс, тартыс ол жерде көп болады. Жалпылама Қазақстандағы сценаристерді, кино түсірушілер қайсақ басым көпшілігін бүйтіп, мынау болды, мынау тіптен нашар болды. Бұл енді киноға жатама жатпайма деген әңгіме жоқ. Неше түрлі жақсы киноларымыз бар біздің. Қазіргі жастарымыз белсенді, өзі қазақтың салт дәстүрін сақтаған, қазақтың ойын сақтаған, қазақтың әзіл қалжыңдарын айта білетін бірнеше жақсы киноларымыз көп біздің. Арасында енді әшейінен түсіріліп жатқандар да бар. Проблемасы жоқ, бір белгілі бір мақсаты жоқ, оқиғасы жоқ. Қыдырып жүріп, ертең шай ішуге барамыз ба басқа? Бүгін боссың ба, бос емессің ба? Осындай, тамам, әшейін бітір. Кино деген арпалыс болу керек, екі жақта. Әр
рөлдегі адам өзінің әрқайсысының мақсаты болады, арманы болады. Сол арманға жету жолында ол күреседі. Соның бір аянбай күресін экраннан көру керек деп ойлаймын киноларда. Сондай нәрселерді көбірек түсіре беру керек. Бізде осы Сансызбай фильмінде сондай бір-бірінің әрқайсысы өзінің мақсатына таласу жөнінде, мақсатына күресу жөнінде тірліктері көп деп ойлаймын енді. Сіздің қызыл жақтан Сансызбайға мен түсіремін сізге бар ғой Сансызбайға мен Театр мен кино актерлік өнердің бір-біріне жақын болғанымен өзіндік ерекшелігі бар екі бөлек әлем. Шаншар Әзілхақ театрының актері Жүсіп Ақшораның айтуынша, театр сахнасына қарағанда кинода рөл сомдау оңайырақ. Бұл жерде енді киноның режиссерлары бүйтіп мына образды ойнай ала ма деп шақырмайды негізі. Әр образды сол адамның өзі соған сәйкес келу керек те, өзінің рең басы, жүріс тұрысы, сөйлеген сөзі соған сәйкес келетін адамды қояды соған. Сонда әркім өзіне ойнай береді, өзі қандай болса солай ойнай береді. Болды. Қайсы рөлде де болса сондай. Енді кейбір рөлдерде болуы мүмкін басқаша бір образды қалыптастыру. Кинода. Ал енді сахнада енді кинодағы жаңағыдегі сен мұның оңайлығы киноның. Сахнаға қарағанда оңай бұл. Бұның оңайлығы сен бір эмоцияң, көзқарасың дұрыс болмай қалатын болса, қайта түсіреді сені. Қашан тура болғанша соған. Я дубльдермен оның режиссердің көңіліне тура болғанша сені қайтып түсіре береді. Бұның бәрі запись қой бұның бәрі. Сол қайтып түсіре береді. Сахнада сен 10 минуттық, 15 минуттық сахнада көрерменнің алдына шыққан кезде ол сен қайтып шығамайсың, ол қайталанбайды ол. Қалай айттың, солай кетеді. Көрерменге соны 10-15 минуттың ішінде жеткізіп беріп, оны еще күлдіріп, көңілінің қошын тауып шығып кетуің керек. Қиындығы сода оның. Оған біз 2 ай, 3 ай дайындалып барып, соны істеймін. Одан кейінде де қаншама қысқартулар, алулар, салулар нәрселер бар. Кинодағы оңайы, қайта-қайта дубль арқылы сені көзқарасыңды да, сені көңіл күйіңді де қайта-қайта түсіруге мүмкіндік көп те бұл. Оңайлығы сол. Мұртыңызда бір нәрсе тұрып қапты. Жарайды. Менен бар ғой, 3 миллион сұрағың келсе, жолыңнан қалмай кете берме, саған бере алмаймын. Ресми емес мәлімет бойынша 70 миллион теңге жұмсалған туынды сюжеті ірі шаруа қожалығының ауқатты иесі Сансызбай Дауқараевтың өміріндегі күтпеген оқиғадан өрбейді. Қожалық есепшісі Арнат жалақысын 200 мың теңгеден 3 миллион теңгеге дейін көтеруді талап етеді. Себебі байлыққа үйренген сүйіктісіне үйленгісі келеді. Сансызбайға мен түсіндірейінші енді сізге, мен тыңдап көріңіз. Жарайды, осы жауабыңызды жоқ деп түсінсем бола ма? Жоқ дейсің ба, бақ дейсің ба, шоқ дейсің ба, жоқ да, көзіме көрмей. Ең басында сценарий жазылған кезде біз Жүсіп Ақшораны көздедік, Жүсіп ағамызды басты рөлге. Сценарийді сол Жүсіп ағаны елестетіп жаздық негізі. Қалған актерлік құрамды біз енді кастинг өткізіп, Алматыда өткіздік. Көптеген актерларды қарастырдық. Сол қатаң түрде таңдауға тоқталдық. Енді сол кезде сол 7 актерді алматылық театрлардан, кәсіби емес актерларды, актрисаларды да қарастырып алдық, сөйтіп құрамды жинадық. Сол ең қызығы, соның 80% Шымкенттің тумасы болып шықты. Актерлердің, оңтүстік, именно Шымкенттің. Жаңа актерлерден естіп жатырмыз, директорлардан естіп жатырмыз, режиссер барлық актер-актрисалардың ой пікірмен келісіп, өзгерту керек жерлер болса, өзгертті деп сізге жақсы пікір естіп жатырмыз. Сол туралы? Негізі сценарий деген қатып қалған нәрсе емес, себебі енді қысқа уақытта жазылды бізде сценарий, сондықтан кейбір жерлер шикі көрінген шығар. Сол кезде актерлардың айтқан жерлеріне, айтқандарына тыңдап, өзгерістер енгіздік. Себебі олар да байқайды ғой. Олар біз жазамыз, бірақ біз оны не проживаем, орысша айтқанда. Олардың подходтары бөлекті. Олардың
көзқарастары бөлек, сондықтан да оларда бір шикіліктер байқалады олардың көзқарасынан. Сондықтан да мен актерларды тыңдауға тырысам әрдайым. Негізі оның бәрі жақсарту мақсатында жасалатын нәрсе ғой негізі сценарийде. Фильмнің негізгі идеясы мен мақсатына тоқталсаңыз, жалпы не жайлы болмақ фильм? Негізі байлыққа, ақша құмарлықты біз қозғадық сол тақырыпты. Негізі бізде Сансызбай деген басты кейіпкер ол жаңа ақша құмар, ақшасын аяйды, ешкімге бермейді, көмектескісі келмейді. Сол тақырыпты қозғадық деген ғой, жалпы негізі дұрыс емес деп келтіріп. Негізі бәріне түсінікті, анық нәрсе ғой, бірақ дегенмен сол тақырыпты біз тағы да бір зерттеп, қозғап көрген жайымыз ғой сол. Негізі комедия жанры ең қиын жанр деп есептеймін. Драма, басқа жанрларға қарағанда комедия жазу, комедия түсіру қиын. Дегенмен Қазақстанда комедия жанры даму үстінде. Именно комедия жанры. Көптеген жақсы комедиялар шығып жатыр, сапасы да жоғары, бірақ біз кішкене басқа бағытта жасап көрдік комедияны. Керісінше жастармен ыңғайлы, себебі олар жанып тұрды, олар әрдайым ізденеді, режиссерға келіп сұрақ қояды, дамығысы келеді. Ал тәжірибелі актерлар әртүрлі болады әрине, бірақ көбінесе олар енді өздерінің тәжірибесіне сүйеніп қалған. Сондықтан да олармен оңай, себебі тәжірибесі бар олардың. Дегенмен бір шектеу болады енді. Жастар, олар керісінше оларда шектеу жоқ, олар жанып тұр, олар алға тек басқысы келіп тұр. Соның жастармен жұмыс істеудің ерекшеліктері осы. Сондай-ақ фильмдегі басты рөлдердің бірін сомдаған жас актер Бекзат Жүнісов түсірілім алаңында болған қызықты оқиғалар мен есте қалған сәттері туралы әңгімеледі. Арам ақша іздемей, тек адалынан еңбек етіп, ақша табуды түсінеді деп ойлаймын халық бұл фильмді көргеннен кейін. Енді әркім өз ойымен ойлайды ғой, бірақ менің өзімнің мақсатым бұл рөлмен адамдарға адал ақша табыңдар деген мақсат. Осы фильм түсірілім барысында қандай да бір қызықты сәттер, қиын сәттер болды ма есіңізде қалған? Қиын сәттер. Бұл енді фильмда, бұл кинода тексттер, актерлар мен ойындары как настольный теннис сияқты ғой. И настольный тенниста сен подачаны беріп үлгеру керексің да. И кішкене тексттен андай тоқтап қалу моменттері болды. Сондай сахналар болды. Темп жоғары фильм ғой негізі, темп жоғары болу керек та, темп ритмі. Тарс деп тұрған сияқты. И сол жағынан кішкене қиындау болды. Тексттерді ұмыт қаласың, тоқтап қаласың. Сөйтіп, Сансызбай Жүсіп ағамен өте қызық болды негізі, съемочный процесс қатты ұнады, өте жақсы кісі. Сол Фильмнің оқиға желісі күлкіліде қызықты сәттерге ұласып, көрерменді ойландыратын тұстарға жалғасады. Түсіру тобы жаңа комедия көрерменнің көңілінен шығып, оң бағасын алады деген сенімде. «503, прием!» 503 на связи, на кордоне. «Ведем преследование!» «Есть подозрение, что бракоши. Как приняли?» Қазақстан киноиндустриясы соңғы жылдары жаңа даму кезеңіне қадам басты. Отандық фильмдерге деген көрермен қызығушылығы артып, ұлттық киноның нарықтағы үлесі айтарлықтай өсіп келеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2024 жылы еліміздегі кинотеатрларға 23,2 миллионнан астам көрермен барған. Бұл киноға деген сұраныстың тұрақты өсіп келе жатқанын көрсететін маңызды цифра. Бүгінде Қазақстанда 113 кинотеатр жұмыс істейді. Салада тарихи туындылармен қатар комедия, драма, экшн, анимациялық және авторлық фильмдер көптеп түсірілуде. Жас режиссерлердің тың жобалары халықаралық кинофестивальдерде таныстырылып, қазақстандық киноның беделін арттыруға үлес қосып келеді. Скажу так, допустим, Мен былай дер едім.
Егер адамның осы бизнес түріне деген бейімі, таланты болса, онда оның ісі де табысты болады. Әрине, оған қоса еңбек те қажет. Қонақ үйлер, қоғамдық тамақтану орындары немесе түрлі өндіріс орындары көптеп ашылуы мүмкін. Бірақ олардың бәрі бірдей жоғары табысты немесе рентабелді бола бермейді. Сондықтан бұл жерде кәсібилік, жауапкершілік, талант және ең бастысы сол іске деген жан тәніңмен берілу өте маңызды. Әр адамның өзіне лайық, жаны қалайтын ісі болады. Ал менің талантым мектеп кезінен ақ байқалды. Сол кездің өзінде сахнаға шығып, түрлі қойылымдарға қатысатынмын. Кейін актер ретінде де, продюсер ретінде де өзімді дамыттым. Жастайымнан түрлі концерттер мен іс-шараларды ұйымдастырып жүрдім. Сондықтан кино түсіру менің көптен бергі арманым еді. Я организовал различные концертные мероприятия, поэтому эта мечта, она была давно у меня. Мен бір күні міндетті түрде кино түсіретініме сенімді болдым. Міне сол арманымның орындалған сәті де келді. Өкінішке қарай фильмнің тұсаукесері Оралда емес, дәл осы сіздердің қалаларыңызда өтіп жатыр. Сондықтан қонақжай, мейірімді оңтүстік өңірінде толық метражды кино өндірісінің жаңа кезеңін бастаймыз деп сенемін. Осыған дейін мен халықаралық марапаттарға ие болған қысқа метражды көркем фильмдерді ғана түсірген едім. Короткометражные художественные фильмы, которые были удостоены международных наград. Буквально где-то, наверное, 5-6 лет, как вступили в эпоху развития именно казахстанского кинематографа в новую эпоху. Қазір біз Қазақстан кинематографиясының жаңа даму кезеңіне аяқ басқанымызға шамамен 5-6 жыл болды деп ойлаймын. Бұл тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа дәуір, жаңа белес. Сондықтан биылғы дағдарысты есепке алмағанда, елімізде кино өндірісі қарқынды дамып келеді. Меніңше, Қазақстан киносының әлеуеті өте зор. Себебі елімізде кино түсіру салыстырмалы түрде аса қымбат емес. Ең бастысы, қазақ аудиториясына арнап фильмдер түсіріп, ұлттық мәдениетімізді, құндылықтарымызды және идеологиямызды насихаттауымыз керек. Өйткені кино қоғамға ықпал ететін ең қуатты құралдардың бірі. Экран арқылы адамдарға дұрыс бағыт-бағдар беруге, ой салуға, тәрбиесіне және тұлғалық қалыптасуына әсер етуге болады. Көрермен көркем фильмді тамашалай отырып, одан сабақ алады, оны өмірлік үлгі ретінде қабылдайды. Жақсы фильмді қайта-қайта көріп, әр жолы жаңа ой түйеді. Сондықтан қоғамымызға сапалы, мазмұнды әрі терең мағыналы фильмдер ауадай қажет. Может фильм пересматривать, обучаться пересматривать. Потому что поэтому хорошие, качественные, глубокие фильмы нужны нашему обществу. Демалыс күндері Шымкенттің кешкі келбеті әсем әнмен әрленді. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін ерекше көңіл күй сыйлаған Шымқала кештері жобасы қаланың бірнеше аймақтарында ұйымдастырылды. Соның бірі біз тұрған этно ауыл алаңы. Мұнда жиналған халықтың қарасы қалың, ашық аспанасында өткен концертте көпшілік әуезді ән тыңдап, жазғы кештің ерекше атмосферасын сезінуде. Үстіндей салған көзіңді қалай қарман алған сұлу көзіңді төгілген бұрымды ай өзгеден бұрым болай сезінген жолдың махаббат деген сезімді. Биылғы жаз маусымы бұрынғыдан өзгеше. Әр демалыс күндері қала тұрғындары Шымқала кешіне келіп, әсем ән тыңдап, би билеп қайтады. Бұл жолы кеш қонақтары Шымкент жақтанбыз деп әндетті. Мұндай мәдени кештер тұрғындардың бос уақытын мазмұнды өткізуіне мүмкіндік беріп қана қоймай, қаланың мәдени өміріне серпін беріп, қоғамдық бірлікті нығайтуға да ықпал етеді. Шымқала кештері жобасы қала тұрғындарының сүйікті демалыс аймағына айналып келеді. Бұл мәдени бастама тек қана көңіл күй сыйлап қана қоймай, мәдениет пен өнерді дәріптеуге жол ашады. Бірінші рет келіп тұрмыз мұнда. Өте ұнап жатыр, атмосфера, бәрі күшті. Этно қазақи нақышта әдемі жасалған. Енді әр аптада келіп тұрамыз. Ерекшелігі мынау жайлы балалармен отыратын жерлерде, сосын бәрі қазақи екен, сол ұнап тұр. Өте керемет. Біздің әкімге алғысымыз шексіз. Қаламыздың әрбір бұрышында әдемі жерлер көбейіп жатыр.
қуаныштымын. Бүгінгі концерт жай ғана концерт емес, қала тұрғындарын бір-біріне жақындататын, біздің мәдениетімізді дәріптейтін рухани сондай кеш болып жатыр. Кешкі салқын самалда, осындай кілемде отырып, әдемі әндер тыңдап жатырмыз. Бір ерекшелігі жай ғана әндер емес, қазақы нақыштағы біздің бұрынғы халық әндерін тыңдап, бір әдемі көңіл күймен отырған жайымыз бар. Осындай концерт ұйымдастырушыларға көп рахмет айтамыз, және бұл дәстүрлі түрде ұйымдастырылып отырса, нұр үстіне нұр болатын еді. Концерт барысында қаланың талантты әншілері мен өнерпаздары халық әндері мен заманауи эстрадалы шығармаларды орындады. Бүгінгі кеште 4 ән орындаймын. Өзім композитор болғандықтан көптеген хит әндердің авторымын. Мысалы Балқия деген өлеңнің авторымын. Сол әндерді автордың орындауында орындаймын. Қазіргі таңда осындай әдемі кештер көп болып жатыр. Жаңа әндер, жаңа туындылар әр демалыста шырқалып жатыр. Осындай кештеріміз көп болсын. Жоба аясында музыка, заманауи өнер, спорт және шығармашылық бір алаңда тоғысып, қаланың мәдени өмірін жаңғыртуға мүмкіндік береді. Бұл жоба қала тұрғындарының мәдени демалысын ұйымдастыру мақсатында әр сенбі және жексенбі күндері күз айларына дейін жалғасады. Жоба аясында тұрғындар мен қала қонақтарына түрлі концерттік бағдарламалар мен мәдени ойын-сауық шаралары ұсынылады. Бұл бастама көпшіліктің бос уақытын мазмұнды өткізуіне жағдай жасамақ. Мәдениетті тану өткенді құрметтеу ғана емес, бүгінді танып, болашаққа бағдар жасау. Ізгілікке толы осы жолда зерде сіздің сенімді серігіңіз болсын. Дидарласқанша аман сау болыңыздар.